Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода тюльпан гүлін жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Оны жасау үшін бізге осындай екі түсті парақ қажет. Пішіні шаршы пішіндес болуы керек. Ең алдымен осылай үшбұрыш тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң тюльпан гүлінің пішінін жасаймыз. Қайшының көмегімен түбін кесіп тастаймыз. Бұл гүл өте оңай жасалады, тіпті кішкентай балалар да жасай алады. Осылай желімнің көмегімен жапсырып қоямыз. Ал енді гүлдің сабағын жасауға кірісеміз. Осылай үшбұрышты етіп бүктеп аламыз. Содан соң осы әрекетті жасаймыз. Осылай бүктейміз. Жапырағы тәрізді етіп осылай бүктеп қоямыз. Содан соң бір-біріне кигіземіз. Бар болғаны осы достар, жасалу жолы өте оңай. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.